Мен бұл арада өзім өмірі хабарласпаған, бірақ сыртынан жақсы көретін, сыйлайтын бір қазақтың өнер адамын айтқым келіп отыр. Ол Бекжан Тұрыс. Өткенде бір азаматқа сұхбат беріп отыр. Мен қатты разы болдым. Актер Бекжан Тұрысқа. Кәдімгі мен ол жігіт жалпы Жаркент жақтың жігіті ғой деп білем. Себебі Жаркентте тағы бір рет келімсектер қазақтардың намысына тиетін бір оқиға болғанда да сол кісі жүрді ма, жоқ Шелек жақтікі ма, жалпы сол жақтың жігіті, шекара жаққа таман. Намысы бар мықты жігіт деп білем. Бекжан Тұрыс сұхбат беріп отыр. Қазір қайда барсаң Қытай. Шындықты айтсаң жақпайсың. Қытай қаптап кетті, қара Қытай қаптады барлық жерде, Қытай көлігі жүр деп кәдімгі өзінің мына қазақ жерінде Қытайдың қаптағанына наразылығын ашық айтып отыр екен. Мен разы болдым. Ой, айналайын-ай, Алла разы болсын саған деп қатты разы болып кеттім. Сосын соны өзім қиып түсіріп алып, сол жерін жаңағы салып қойдым. Жігіттер жіберіп берді, соны салып қойдым. Енді сол Бекжан Тұрысқа жалпы мына әлеуметтік желіде осығанға дейін ойбай Қытай қаптады деп жүрген барлық Қытайдың қаптауына наразы азаматтарға, кеудесінде жаны бар бүкіл қазаққа мен Талдықорған қаласына баруға шақырамын. Ол сот өте маңызды сот. Ол сот қазақ ұлтының намысын көрсетеді. Құжынаған қара Қытай қазақтарды соттатамыз деп мәз болып отыр. Қазақ билігінің қолымен. Кеше конференцияда бүкіл дүние жүзі таңырқады. Адамзат тарихында дипломатиялық нотамен немесе консулдықтың хатымен өз азаматын соттау адамзат тарихында бірінші дейді. Ол сол мемлекеттің егемендігін өздері мойындамау дейді. Яғни бағыну, ана дипломатиялық нота жолдаған елге бағыну дейді. 21 қаңтар 2026 жыл сағат 10 Талдықорған қаласы Қабыл-Иса Жырау көшесі 69-шы үй. Осыған барыңыздар. Мен жаңа аталған барлық адамдарға, аталмаған адамдарға, Қытайға қарсы ойы бар, ниеті бар, желіде ашық Қытай қаптады деп айтып жүрген адамдарға, егер сіздердің айтқандарыңыз пиар үшін болмаса, қазаққа жағайық деп, өздеріңізді ұлтшыл көрсетейік деп жүрген болмасаңыздар, шын мәнінде сол қара Қытайдың қаптағанына қарсы тұрсаңыздар, онда 21 қаңтарда сағат 10-да Талдықорған қаласындағы сотта болыңыздар.